Бар жоғы 5-ақ минутта ешқандай таразысыз, миксерсіз, бірақ жұмыртқадан жасалынатын дәл осы керемет мінсіз кексті менімен бірге дайындап көріңіздер. Өте жұмсақ және де дәмді болып шығады. Барлық затты пиаламен немесе кесемен өлшейміз, және де айта кететін жайт, барлық зат бөлме температурасында тұрған болу керек. Мұздай болса шекеріміз ерімей қалады. Бір жұмыртқа шекерді салып жақсылап араластырамыз, венчикпен немесе вилкамен араластырасыздар, миксердің қажеті жоқ. Кішкене көпіргеннен кейін үстіне сүтті және де ақ майды салып тағы да араластыратын боламыз. Жақсылап біркелкі масса болғанша, кейіннен үстінен чайный ложка разжижительді салып жібереміз де, кейіннен ұнды електен өткізіп саламыз. Барлығын бірден салып жібермеңіздер, қоюлығы дәл видеодағыдай болғанша араластырып салатын боламыздар. Қыздар, менің арнамда бұдан да басқа оңай рецепттер көп, сондықтан міндетті түрде арнама жазылып, колокольчик басып. Дайын болған тестамызды осылай мен розочка формасына салдым. Сіздер кез келген формаға салып пісіре аласыздар. Бірінші бір қасық салдым да, үстінен вареный сгущенка мен кейбіреулеріне шоколад салып шығып, тағы да бір қасық салып шықтым. Егер де сіз ештеңе салмайтын болсаңыз, 2 ас қасықтан құйып шықсаңыздар болды. Осы дайын болған кекстерімізді қызып тұрған печкада 180 градуста 20-25 минут пісіріп аласыздар. Болды, кекстеріміз өте дәмді, тез дайын болады. Кез келген уақытта шаймен іше берсеңіз болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.